Асыл, сен мені әлі де жақсы көресің бе? Бұл сұрақты естігенде Асылдың жүрегі шым ете қалды. Қарсы алдында тұрған Қайраттың жүзіне қарауға батыл жетпеді. Күйеуінің көзіндегі бұрынғы мейірімді көрген сайын, өз жүрегіндегі құпиясы одан сайын ауырлай түсетін. Неге бұлай сұрадың, деді ол ақырым. Қайрат күлімсіреуге тырысты. Білмеймін. Соңғы кездері сен менен алыстап кеткен дейсің. Асылдың қолындағы кесесі дір ете қалды. Ол сол сәтте бір ғана нәрсені ойлады. Егер Қайрат бәрін біліп қойса ше. Арада 3 ай өтсе де, Асыл сол бір күнді ұмыта алмады. Алтайдың атын, оның айтқан сөздерін, өзінің жасаған ең үлкен қателігін. Ең қорқыныштысы, Асылдың сол қателігі бір күндік құмарлықпен ғана шектелмеген еді. Алтай оның жүрегіне бірте-бірте кіріп, Асылдың отбасынан, күйеуінен, тіпті өзінен алыстауына себеп болған. Бірақ Асыл бір нәрсені әлі түсінбеген. Кейбір қателіктің жазасы адамға бірден келмейді. Ол алдымен жүрекке тыныштық бермейді. Содан кейін адамның ең қымбат дүниесін сынайды, ал ең соңында өзіңді өзің кешіре алмайтын жағдайға жеткізеді. Асыл мен Қайраттың отбасын сырт көз бақытты деп ойлайтын. Олардың үйленгеніне 8 жыл болған. Қайрат сабырлы, еңбекқор жігіт. Асылдың айтқанын тыңдап, оның көңілін табуға тырысатын. Таңертең жұмысқа кетерде, бүгін шаршап қалма деп, әйелінің маңдайынан сүйетін. Кешке үйге кіргенде, қалайсың, күнің қалай өтті деп сұрайтын. Асыл кезінде осы қарапайым сөздердің қадірін білетін. Бірақ адамның қолында бар нәрсе кейде тым үйреншікті болып кетеді. Қайраттың мейірімі де Асылға біртіндеп қалыпты нәрсе сияқты көріне бастаған. Ол күйеуінің күн сайын отбасы үшін еңбектенетінін көрсе де, бұрынғыдай бағаламайтын. Асылдың құрбысы Перизат мұны баяғыда-ақ байқаған. Бір күні екеуі кафеде отырған. Перизат Асылдың сөзін тыңдап болып, сенің көңілің толмай жүргені не деді? Ештеңе. Ештеңе деген адам осылай күрсінбейді. Асыл терезеге қарап отырды. Қайрат жаман адам емес. Оны мен де білемін. Тіпті өте жақсы адам. Перизат біраз үнсіз отырды да, онда мәселе қайда? Асыл жауап бермеді. Ол мәселенің қайда екенін өзі де білмейтін. Кейде адам өзіндегі бос кеңістікті басқа біреудің назарымен толтырғысы келеді. Асыл да сондай кезеңге түскен еді. Алтаймен ол алғаш рет Қайраттың жұмысына байланысты өткен жиында танысты. Алтай өзіне сенімді, көп сөйлейтін, адамды бір көргеннен ақ баурап алатын жігіт еді. Асылға оның әр сөзі ерекше әсер етті. Сізді бұрын көрмеппін, деді Алтай. Мен де сізді. Бірақ танысқанымыз жақсы болды. Асыл күлімсіреді. Бұл қарапайым ғана әңгіме болатын, бірақ кейде үлкен қателік дәл осындай қарапайым нәрседен басталады. Сол күні кешке Алтай Асылға әлеуметтік желі арқылы хабарлама жазды. Бүгінгі таныстық ұнады. Асыл хабарламаны біраз қарап отырды. Жауап бермей өшіріп тастағысы келді. Бірақ жауап жазды. Мағанды. Осы екі сөздің кейін оның өмірін қаншалықты өзгертетінін Асыл ол кезде білген жоқ. Басында олардың әңгімесі ешқандай шектен аспады. Жай ғана күнделікті өмір туралы сөйлесетін. Алтай Асылдың көңіл күйін сұрайтын. Бүгін шаршадыңыз ба? Иә. Өзіңізге көңіл бөлуді ұмытпаңыз. Қайрат мұндай сөздерді күн сайын айтып жүрсе де, Асыл оларды күйеуінен естігенде мән бермейтін. Ал бейтаныс адамның бір ауыз сөзі оған ерекше әсер ететін. Бір күн Алтай: сіз өзіңізді бағаламайсыз, деді. Асыл таңғалды. Неге олай ойлайсыз? Өйткені сіздің көзіңізден соны көруге болады. Бұл сөз Асылдың көңіліне кіріп кетті. Ол сол түні ұзақ уақыт ұйықтай алмады. Қайрат қасында тыныш ұйықтап жатты. Асыл күйеуіне қарап: шынымен мені ешкім түсінбейді ме деп ойлады. Сол сәтте оның ең үлкен қателігі басталды. Ол Қайраттың жанында отырып басқа ер адамның сөзін ойлады. Асылдың анасы Гүлзира қызының өзгергенін бірінші болып сезді. Бір күні Асыл төркініне барған. Гүлзира шай құйып отырып: қызым, жүзің өзгеріп кетіпті, деді. Қалай? Бұрын көзінде бір жарық болатын, қазір бір нәрсеге алаңдап жүрсің. Асыл күлді. Шаршаған шығармын. Гүлзира қызын ұзақ қарады. Асыл: иә, отбасы деген оңай нәрсе емес. Ер адамның мінсіз болғанын күтсең, өмір бойы күтуі мүмкін. Асылдың жүрегі дір етті. Апа, не айтып отырсыз? Ештеңе. Тек бір нәрсені есінде ұста. Бір сәттік сезім үшін жылдар бойы жинаған бақытыңды құртып алма. Асыл анасының бұл сөзін естігенде көзін тайдырып әкетті. Гүлзира оның бір нәрсені жасырып отырғанын сезгендей болды. Бірақ қазбалап сұрамады. Өйткені кейде ана жүрегі сезген нәрсені баласының өзі мойындағанын күтеді. Алтаймен қарым-қатынас тереңдеген сайын Асылдың үйдегі мінезі өзгере бастады. Қайрат сөйлесе ашуланатын. Кешке ертерек келсемші? Жұмыстан ерте шыға алмаймын.
Үнемі жұмысында айтасың. Қайрат әйеліне таңғалып қарайтын. Асыл, не болды саған? Ештеңе болған жоқ. Соңғы кезде менімен сөйлесім келмейді. Шаршадым дедім ғой. Қайрат үндемей қалатын. Ол әйелінің көңілін қалдырмауға тырысатын. Бірақ оның түсінбегені Асылдың шаршаған емес еді. Оның жүрегінде басқа адам пайда болған. Бір кеште Қайрат жұмыстан әдеттегіден ерте келді. Қолында кішкентай сыйлығы бар. Асыл? Жауап болмады. Асыл, қайдасың? Телефоны үстел үстінде жатқан. Қайрат телефонды алуға ниеттенген жоқ, бірақ экранда жаңа хабарлама жарқ ете қалды. Алтай, бүгін сені көргім келіп тұр. Қайраттың қолы тоқтап қалды. Ол хабарламаны оқып қойды. Бірнеше секунд бойы қозғала алмады. Сосын телефонды орнына қойды. Дәл сол кезде есік ашылды. Асыл кіріп келді. Күйеуінің жүзін көргенде жүрегі су ете қалды. Қайрат. Қайрат оған қарады. Бұл кім? Асылдың өңі өзгерді. Кім? Алтай. Үй ішін ауыр тыныштық басты. Асыл не айтарын білмеді. Ол жай таныс. Қайраттың көзі жасаурады. Жай таныс адам сені көргім келіп тұр деп жаза ма? Асылдың көзінен жас ақты. Мен сені ренжіткім келген жоқ. Қайрат ащы жымиды. Адам біреуді ренжіткісі келмесе, оны алдамайды. Асыл жылап жіберді. Мен қателестім. Қайрат ұзақ үнсіз тұрды. Сосын қолындағы сыйлығын үстелге қойды. Мен бүгін саған мынау сыйлықты алып келген едім. Асыл қорапқа қарады. Неге? Себебі бүгін біздің отбасымыз құрылған күн еді. Асылдың жүрегі қақ айырылғандай болды. Ол ұмытып кеткен. 8 жыл бұрын дәл осы күні Қайрат оған қандай жағдай болса да, сені жалғыз қалдырмайын деген еді. Ал Асыл сол уәдеге өзі апасыздық жасаған. Қайрат есікке қарай жүрді. Қайда барасың деді Асыл жылап. Білмейін. Қайрат, өтінем. Ол бұрылып қарады. Көзінде ашу емес, әлде қайда ауыр сезім бар еді. Көңіл қалу. Асыл, сен мені басқа еркекпен ғана емес, өзіме деген сеніммен де жалғыз қалдырдың. Есік жабылды. Асыл сол жерде отырып қалды. Бөлме тым-тыныш еді. Алтайдың бір кездегі жылы сөздері енді оның құлағына суық, әрі жат естілді. Телефонына Алтай қайта хабарласты. Асыл экранға қарады. Бірақ бұл жолы қоңырауға жауап бермеді. Ол алғаш рет шындықты анық түсінді. Алтай оған бақыт әкелген жоқ. Ол Асылдың бар бақытын қадірсіз етіп көрсеткен. Асыл көз жасын сүртті. Қайраттың үстелге қалдырған сыйлығын қолына алды. Қораптың ішінен қарапайым ғана сағат шықты. Асыл оны алақанына қысып, Қайрат, деп сыбырлады. Бірақ бұл жолы оның алдында бір ғана сұрақ тұрды. Күйеуі оны кешіре ала ма? Ал одан да маңыздысы, Асыл өзін өзі кешіре ала ма? Ол сол түні алғаш рет шын жүрегімен дұға етті. Я Алла, мен қолындағының қадірін білмедім. Егер маған тағы бір мүмкіндік берсеңіз. Осы кезде оның тидбек-коны тағы да шырылдады. Алтай қоңырау шалып тұр екен. Асыл экранға ұзақ қарады, сосын қоңырауды өшірді. Бұл оның өміріндегі ең бірінші дұрыс шешім еді. Бірақ ең ауыр сынақ әлі алда болатын. Өйткені ертең таңертең Асыл Қайраттың үйге қайтпайтынын білетін еді. Ал Қайраттың кетуімен бірге Асылдың бүкіл өмірі өзгеретінін ол әлі сезбеген. Таң атқанда Асыл көзілмеген еді. Түн бойы Қайраттың соңғы сөзі санасында жаңғырып тұрды. Сен мені басқа еркекпен ғана емес, өзіме деген сеніммен де жалғыз қалдырдың. Осы сөз жүрегін тілгілеп бара жатты. Таңғы сағат 7 болды. Әдетте, дәл осы уақытта Қайрат ас үйде шай ішіп, жұмысқа дайындалып отыратын. Асыл, нан бар ма? Көйлегімді көрдің бе? Бүгін кеш келуі мүмкін. Күн сайын айтылатын қарапайым сөздер еді. Бірақ адам сол қарапайым сөздердің қадірін олар жоғалғанда ғана түсінеді екен. Асыл ас үйге кірді. Қайраттың кесесі сол күйі тұр. Ол кесені қолына алды. Жүрегі шыметті. Қайрат. Жауап жоқ. Ол күйеуінің киім ретін бөлмесіне барды. Шкафтың жартысы босап қалыпты. Қайрат киімдерінің біразын алып кеткен. Асылдың аяғы дірілдеп кетті. Демек, ол жай ғана ашыланып кетпеген. Ол шын мәнінде кетуге шешім қабылдаған. Сағат 9-дар шамасында есік қағылды. Асыл ашса,
Алдында Перизат тұр екен. Асыл, не болды? Телефоныңды неге алмайсың? Асыл жауап бермеді. Перизат ішке кіріп құрбысының жүзіне қарады. Қайрат қайда? Осы сұрақтан кейін Асылдың көзінен жас ыршып кетті. Ол кетіп қалды. Перизат біразға дейін үнсіз тұрды. Бәрін білді ме? Асыл басын изеді. Телефонындағы хабарламаны көріпті. Перизат күрсінді. Алтай туралы ма? Асыл тағы да басын изеді. Перизат ашуланды. Асыл, сен не істедің? Білемін. Жоқ, білмейсің. Егер білгеніңде, осы жағдайға жеткізбес едің. Асыл жылап отырды. Мен оны жоғалтқым келмейді. Перизаттың дауысы жұмсарды. Онда неге оны бағаламадың? Бұл сұраққа Асылдың жауабы болмады. Түске қарай Гүлзира келді. Қызының түрін көргенде-ақ бәрін түсінді. Қайрат жоқ па? Асыл басын шайқады. Апа. Гүлзира жанына отырып, не болды? Асыл көздерін төмен түсірді. Мен қателестім. Қандай қателік? Асыл анасының көзіне қарай алмады. Бірнеше секундтан соң Қайратқа опасыздық жасадым. Гүлзираның жүзі сұрланып кетті. Ол қызын ұруға да, айқайлауға да тырысқан жоқ, тек көзін жұмып, «Я Алла», деді. Асылдың жүрегі одан сайын ауырлады. Апа, мені кешірміш. Гүлзира қызына қарады. Мен сені анаң ретінде кешіремін, бірақ Қайраттың орнына шешім шығара алмаймын. Мен оны қайтарғым келеді. Қайтарғың келе ме? Әлде жалғыз қалудан қорқып тұрсың ба? Асыл бұл сұраққа бірден жауап бере алмады. Гүлзира жалғастырды. Екеуінің айырмасы үлкен қызым. Егер сен Қайратты шын бағалай бастаған болсаң, онда оның шешімінде құрметте. Бірақ мен оны сүйемін. Оны бұрында сүйетін едің. Асылдың көзінен жас ақты. Онда неге? Себебі сен махаббатты бар нәрсе деп ойладың. Адамның қасында жүрген адамды жоғалтпайтынына сеніп қалдың. Гүлзира орнынан тұрды. Енді сенің сөзің емес, әрекетін сөйлейтін уақыт. Қайрат сол күні досы Абайдың үйіне барған. Абай оның ең жақын досы еді. Қайрат диванда үнсіз отырды. Абай алдына шай қойды. Іш. Қайрат кесеге қол созбады. Абай, айт. Адам біреуге сеніп бүкіл өмірін соған арнағанда, ал сол адам сенің сеніміңді бір күнде жоқ қылса, не істейсің? Абай біраз ойланып. Асығыс шешім қабылдама. Мен не істеймін сонда? Біріншіден, өзіңе уақыт бер. Қайрат терезеге қарады. Мен оны кешіргім келеді. Абай таңғалды. Бірақ бұрынғыдай қарай алмаймын. Бұл қалыпты. Қайрат көзін төмен түсірді. Мен Асылдың жаман адам болғанын қаламаймын. Неге? Өйткені мен оны бір кездері қатты жақсы көрдім. Абай оның иығынан қақты. Сенің қазір ашудан емес, жарадан сөйлеп отырғаның көрініп тұр. Қайрат ауыр күрсінді. Мен үйге қайтсам ба? Абай бірден жауап бермеді. Үйге қайту кешіру деген сөз емес. Бірақ қазір қайтсаң, өзіңді жоғалтып алма. Қайрат үндемеді. Оның ойында бір ғана нәрсе тұрды. Асылдың соңғы сөзі. Мен қателестім. Кешке Асыл Алтайға өзі қоңырау шалуды шешті. Алтай телефонды бірден көтерді. Асыл, не болды? Кеше неге? Алтай, мен енді сенімен сөйлесе алмаймын. Ар жақта үнсіздік орнады. Неге? Себебі мен күйеуімді жоғалтқым келмейді. Алтай күлгендей болды. Ол сені кешіре ме екен? Асылдың жүрегі ауырды. Кешірмесе де, мен өз қателігімді жалғастырмаймын. Сен мен үшін бәрін тастаймын деген едің. Асыл көзін жұмды. Мен өзімнің не айтып жүргенімді түсінбеген екенмін. Сонда бәріне мен кінәлімін бе? Жоқ. Бұл сөзді Асыл анық айтты. Кінә өзімде. Мен шекараны өзім бұздым. Алтай біраз үндемей тұрды. Сосын, жақсы, өзім біл. Қоңырау үзілді. Асыл телефонды үстелге қойды. Көзіне жас келді. Бірақ бұл жолғы жас Алтайдан айырылған үшін емес еді. Ол өз өмірінің қандай күйге түскеніне жылады. Келесі күндері Қайрат үйге оралмады. Асыл оған қайта-қайта хабарласпады. Перизат, неге қоңырау шалмайсың деді. Өйткені мен оған қысым жасағым келмейді. Қорқып тұрсың ба? Иә. Неден? Асыл біраз үнсіз отырып. Оның мені енді сүймейтіннен. Перизат күрсінді. Сен оның шешімін күтуің керек. Асыл басын изеді. Ол енді бұрынғы өміріне оралғысы келді. Таңертең ерте тұрып, үйді жинай бастады. Қайраттың жұмысқа кетерде үнемі киіп жүретін көйлегін көрді. Қолына ұстап тұрып.
Мен сені бағаламадым деді. Сол сәтте есік ашылды. Асыл жалт қарады. Босағада Қайрат тұр екен. Қолында кішкентай сөмке. Асылдың жүрегі атқақтап кетті. Қайрат. Ол әйеліне қарап біраз үнсіз тұрды. Мен заттарымды алуға келдім. Асылдың үміті бір сәтте сөніп қалды. Қайрат. Сөйлесуге дайын емеспін. 1 минут болса да тыңдашы. Қайрат тоқтады. Асыл оның алдына келді. Мен сенен бірден кешірім сұрап, бәрі бұрынғыдай болсын деп талап етпеймін. Оған менің хақым жоқ. Қайрат үндемеді. Бірақ мен саған бір нәрсені айтқым келеді. Айт. Асылдың дауысы дірілдеді. Мен сені жоғалтқаннан кейін ғана емес, сенің қасында жүрген кезінде қадірлеуің керек еді. Қайраттың көзі төмен түсті. Асыл жалғастырды. Мен өзіме берілген отбасының қандай үлкен нығмет екенін түсінбеппін. Сенің әр таң сайын жұмысқа кеткеніңді, кешке шаршап келгеніңді, мен үшін жасаған ұсақ-түйек жақсылықтарыңды қалыпты нәрсе санадым. Көзіне жас толды. Мен сенен кешірім сұраймын, бірақ мені кешір деп жалынбаймын. Өйткені сенің жүрегіңе қандай жара салғанымды енді түсініп келе жатырмын. Қайрат алғаш рет әйеліне тіке қарады. Оның жүзінен ашудан гөрі өкініш басым еді. Асыл, иә, мен сені әлі жек көріп кеткен жоқпын. Асылдың жүрегі шымырлады. Бірақ Қайрат сөзін аяқтай алмай біраз тұрды. Сенің жасағаныңды ұмыта алмаймын. Асыл көз жасын сүртті. Ұмытпа. Қайрат таңғалды. Не? Ұмытпа. Мен де ұмытқым келмейді. Өйткені сол қателік маған қандай адам болмау керектігін көрсетті. Қайрат сөмкесін алды. Маған уақыт керек. Мен күтемін. Мені күт деп айтқан жоқпын. Білемін. Қайрат есікке бет алды. Бірақ шығар алдында тоқтап, Асыл, иә, өзіңді түзету үшін менің қайтуымды күтпе. Ол шығып кетті. Асыл есік алдында ұзақ тұрды. Бұл жолы ол жыламады. Өйткені алғаш рет өзінің өмірін Қайраттың кешіріміне ғана байлап қоймай, өз қателігінің салмағын көтеруге дайын екенін сезінді. Арада бір апта өтті. Асыл жұмысқа барып үйге қайтатын. Телефонын қайта-қайта тексеруді қойды. Алтайдан хабар келген жоқ. Қайрат та хабарласпады. Бір күні Асылға Абай телефон соқты. Асыл, мен Абаймын. Иә, тыңдап тұрмын. Қайрат туралы сөйлескім келіп еді. Асылдың жүрегі дүрсілдеп кетті. Оған бірдеңе болды ма? Жоқ. Бірақ ол соңғы кездері қатты өзгерді. Қалай? Бұрын ол адамдардың бәріне сенетін, қазір ешкімге жақындай алмай жүр. Асылдың көзінен жас шықты. Мен оны осындай күйге түсірдім бе? Абай біраз үнсіз қалды. Иә, бірақ сен оны жалғыз кінәлі сезініп, өзіңді құртып жіберме. Онда не істеймін? Егер шынымен өкініп жүрсең, оның артынан жүгірме. Оған уақыт бер, ал өзің өзгер. Қалай? Абайдың жауабы қысқа болды. Қайратты қайтарудан бұрын өзіңді қайтар. Бұл сөз Асылдың жүрегінде қалды. Сол түні ол айна алдына ұзақ қарады. Бұрын ол айнадан өзінің сыртқы келбетін ғана көретін, ал бұл жолы басқа нәрсені көрді. Өз қателігін мойындауға қорқатын әйелді, біреудің назарын бақыт деп қабылдаған әйелді, қолындағы отбасының қадірін білген әйелді. Асыл көзін сүртті. Мен енді бұрынғы Асыл болмаймын, деді өзіне. Бірақ тағдыр оның бұл сөзін тексеруге көп күттірмеді. Ертеңіне Алтайдан күтпеген хабар келді. Сенімен соңғы рет кездескім келеді. Маңызды нәрсе айтамын. Асыл хабарламаны оқып отырып қатып қалды. Ол Алтаймен кездесуге барса, өткенге қайта қадам басуы мүмкін еді. Бармай қойса, Алтайдың не айтқысы келгенін білмей қалатын. Ал дәл сол сәтте оның телефонына Қайраттан бір ғана хабарлама келді. Асыл, ертең сөйлесуіміз керек. Асыл екі хабарламаның ортасында қалды. Бірі өткен өмірінен, екіншісі болашағы болуы мүмкін адамнан. Ол телефонды кеудесіне қысып, «Я Алла, дұрыс жолды таңдауыма жәрдем бере көр», деп сыбырлады. Ал ертеңгі кездесуде Асылдың бүкіл тағдырын өзгертер шындықтың ашылатынын ол әлі білмейтін. Асыл таңды көз ілінбей қарсы алды. Телефонын қайта-қайта қолына алып, әлгі екі хабарламаға қарады. Алтай, сенімен соңғы рет кездескім келеді. Маңызды нәрсе айтамын. Қайрат, Асыл, ертең сөйлесуіміз керек. Бір ғана түннің ішінде оның алдында екі түрлі жол тұрғандай еді. Бірі өткеніне қайта апаратын жол, екіншісі өз қолымен жаралаған отбасына апаратын жол. Асыл телефонды өшіріп қойды. Мен енді ешкімнің сөзіне ермеймін, деді ол өзіне. Бұл жолы шешімді өзім қабылдаймын. Бірақ жүрекке әмір жүргізу оңай емес еді. Таңертең Перизат келді. Асыл оған болған жағдайды айтып берді. Перизат біраз ойланып отырды. Алтаймен кездесесің бе? Білмеймін. Егер менің пікірімді сұрасаң, барма дер едім. Неге? Себебі сен одан жауап іздеп отырған жоқсың. Сен одан өткен өміріңе бір түсініктеме іздеп отырсың. Асыл басын көтерді. Мүмкін. Ал сенің ең үлкен мәселең Алтай емес. Қайрат па? Жоқ, өзің. Асыл күрсінді. Перизат оның қолын ұстады. Сен қателестің, бірақ қателік жасадың ешендеп, өмір бойы өзіңді жек көруің керек емес. Ең маңыздысы, сол қателіктен кейін қандай адам болатының. Асыл көзін сүртті. Қайрат мені кешірмесе ше? Онда да өзгеруің керек. Мен оны қайтарғым келеді. Білемін. Оны әлі жақсы көремін. Перизат басын изеді. Онда оған махаббатыңды сөзбен емес, сабырыңмен көрсет. Сол күні Асыл Алтайға қысқа ғана жауап жазды. Кездеспей-ақ қояйық. Айтатын сөзің болса, телефонмен айт. Жауап бірден келді. Телефонмен айтуға болмайды. Асыл біраз отырды. Сосын, онда айтатын сөзіңді айтпай-ақ қой. Бұл жолы Алтай жауап бермеді. Асыл телефонды үстелге қойды. Бұрын мұндай хабарламадан кейін
оның жүрегі мазасызданатын, ал қазір алғаш рет жеңілдік сезінді. Ол бір есікті өзі жапқан еді. Түстен кейін Асыл анасы Гүлзираға барды. Гүлзира қызын көріп, қалайсың деп сұрады. Жаман емеспін. Тайрат хабарласты ма? Иә, ертең сөйлесеміз. Гүлзира қызына шай құйып берді. Қорқып тұрсың ба? Өте қатты. Неден? Оның мені тастап кетуінен. Гүлзира біраз үнсіз отырды. Қызым, кейде адам жоғалтып алудан қорыққан нәрсесін бұрыннан-ақ жоғалтып алғанын түсінбейді. Асыл көзін төмен түсірді. Мен бәрін құртып алдым ба? Жоқ, бірақ бұрынғы қалпына бір күнде келмейді. Не істеуім керек? Гүлзира қызына байыппен қарады. Қайраттан мені кешір деп сұрама. Асыл таң қалды. Неге? Алдымен мен не істесем сенің жараң жазыла бастайды деп сұра. Бұл сөз Асылға ой салды. Ертеңіне Қайрат Асылды өзі шақырды. Олар бұрын жиі баратын шағын саябақта кездесті. Қайрат орындықта отыр екен. Асыл алыстан көріп, жүрегі дүрсілдеп кетті. Ол қасына келгенде Қайрат орнынан тұрды. Сәлем. Сәлем. Бірнеше секунд екеуі бір-біріне қарап тұрды. Бұрын олардың арасында мұндай бөгде ғашықтық болмайтын. Асыл бірінші боп сөйледі. Қалайсың? Қайрат жымиғандай болды. Осы сұраққа жауап беру қиын екен. Неге? Себебі өзімді бұрынғыдай сезінбеймін. Асылдың жүрегі ауырды. Менің кесірімнен. Иә. Қайраттың бұл сөзін есту қиын болды, бірақ Асыл бұл жолы ақталмады. Иә, деді ол. Мен кінәлімін. Қайрат оған таңырқай қарады. Сен бірінші рет өзіңді ақтамай тұрсың. Өйткені ақталатын ештеңем жоқ. Қайрат терең тыныс алды. Мен сенімен ажырасу туралы ойладым. Асылдың жүрегі тоқтап қалғандай болды. Бірақ ол көз жасын көрсетпеуге тырысты. Түсінемін. Шынымен бе? Иә. Мен сені жек көргім келді. Асыл басын изеді. Оған да хақым бар. Бірақ қолымнан келмеді. Асыл оған қарады. Қайраттың көзінде шаршау бар еді. Мен сені әлде жақсы көрем, деді ол ақырын. Бірақ махаббаттың өзі сенімді бірден қайтара алмайды. Асылдың көзіне жас толды. Мен сенен ештеңені бірден қалпына келтіруді сұрамаймын. Ал не сұрайсың? Асыл біраз ойланып, маған мүмкіндік бер. Қайрат үнсіз қалды. Қайтадан бірге тұруға дайын болмасаң, мәжбүрлемеймін. Бірақ менің өзгергенімді көруге мүмкіндік бер. Қанша уақыт? Қанша керек болса сонша. Қайрат басын төмен түсірді. Асыл, мен саған бір шарт қоямын. Айт. Алтаймен байланысында толық үз. Үздім. Маған дәлел керек емес. Асыл оған қарады. Неге? Өйткені егер сен мен үшін ғана үлсең, бәрі қайта басталуы мүмкін. Асылдың жүрегі шым етті. Қайрат жалғастырды. Сен оны мен үшін емес, өзің үшін тоқтатуың керек. Асыл басын изеді. Тоқтаттым. Сол кеште Асыл үйге келгенде, есік алдында Алтай тұр екен. Ол сәл ғана жымиып, ақыры сөйлесуге мүмкіндік болды. Асылдың жүзі қатайып кетті. Мен саған кездесуге келмейін деп айттым. Мен сенің үйіңе әдейі келген жоқпын. Жай ғана сөйлесейік. Айт. Алтай Асылға жақындады. Сен бәрін Қайрат үшін жасап жатырсың. Жоқ. Сен әлде мен ойлайсың. Асыл оның көзіне тіке қарады. Жоқ. Алтайдың жүзі өзгерді. Сонда не болды? Мен өзімді жоғалтып алғанымды түсіндім. Ал менше? Сен менің өмірімдегі қателік болдың. Алтайдың қабағы түйілді. Қателік? Иә. Сонда сен ештеңе сезбедің бе? Асылдың көзіне жас келді. Сезіндім. Бірақ әр сезімнің артынан жүру міндет емес. Алтай үнсіз қалды. Асыл сөзін жалғастырды. Мен өзімнің отбасымды, күйеуімді, өз ар ұятымды бір сәттік сезімнен төмен қойдым. Енді сол қателікті қайталамаймын. Қайрат сені бәрібір кешірмейді. Асыл ауыр күрсінді. Мүмкін. Онда мені неге тастайсың? Асылдың жауабы анық болды. Өйткені мен енді біреудің мені таңдағанын емес, өзімнің дұрыс таңдау жасағанымды қалаймын. Алтай алғаш рет не айтарын білмей қалды. Асыл есікті ашып, енді мені іздеме деді. Алтай кетіп қалды. Асыл есікті жапқан соң ғана қабырғаға сүйеніп отырды. Қолдары дірілдеп тұрды. Ол жеңілмеген еді. Бірақ бұл жеңісте емес болатын. Бұл өзінің әлсіздігін алғаш рет жеңу еді. Күндер өте бастады. Асыл Қайратқа қысын жасамады. Оның достарынан сұрастырмады. Телефонына қарап отырмады.
өз өмірін қайта реттей бастады. Ол Гүлзираға жиі барып тұрды, Перизатпен сөйлесетін, үйдегі бұрынғы ұсақ түйекке дейін мән бере бастады. Бір күні Асыл ескі сандықты жинап отырып, Қайраттың қолжазбасына көз түсті. Ол бір кезде Қайраттың өзіне жазып кеткен азық-түлік тізімі екен, қарапайым ғана сөздер. Асыл жақсы көретін шай. Ол сол жолды көргенде жылап жіберді. Қайрат өзі іштейтін шайды да әйелінің ұнататынын біліп дүкеннен әкелетін. Асыл сол сәтте жүрегінің түбінен бір ой өтті. Мені сүйген адамның махаббатын байқамай, мені мақтаған адамның сөзіне алданған екенмін. Арада 2 апта өтті. Бір күні Асылға Қайраттың анасы Перизат емес, басқа бір туысы емес, өзі қоңырау шалды. Асыл, «Иә, Қайрат саған барғысы келіп жүр». Асылдың жүрегі дүрсілдеді. «Рас па?» «Иә, бірақ бір нәрсені біл». «Не?» «Ол бұрынғыдай адам болып қайтпайды. Сен де бұрынғы Асыл болмауың керек». «Түсіндім. Егер қайта қосылсаңдар, бұл жолы отбасынды сыртқы сөзден емес, ішкі жауапкершіліктен қорға». Асыл көз жасын сүртті. «Рахмет». Сол кеште Қайрат келді. Есікті ашқан Асыл, оның қолындағы сөмкені көріп, «Келдің бе?» деді. «Иә». «Үйге кір». Қайрат ішке кірді. Бөлмеге қарап біраз тұрды. Бұл оның 8 жыл тұрған үйі еді. Асыл оған шай қойды. Қайрат кесеге қарап, «Осы шайды әлде жақсы көресің бе?» Асыл жымиып, «Иә, мен ұмытпаппын». Асылдың жүрегі елжіреді. Екеуі үстел басына отырды. Қайрат, «Мен үйге бір жола қайтуға әлі дайын емеспін» деді. Асылдың жүзі сәл солғын тартты. Бірақ ол сөзін жалғастырды. «Мен бізге тағы бір мүмкіндік беріп көргім келеді». Асылдың көзіне жас толды. «Рахмет». Қайрат бірден, «Рахмет айтпа». «Неге?» «Бұл кешірдім деген сөз емес». Асыл басын изеді. «Білемін. Сенім қайта орнауы үшін уақыт керек. Мен күтемін». Қайрат оған қарады. «Мен де тырысып көремін». Екеуінің арасында алғаш рет үміт пайда болды. Бірақ дәл сол сәтте Қайраттың тефтоны шырылдады. Ол экранға қарады да өңі өзгеріп кетті. Асыл да байқап қалды. «Кім?» Қайрат телефонды көтермеді. Бірнеше секундтан кейін тағы қоңырау түсті. Бұл жолы экранда бір ғана есім анық көрінді. Алтай. Асылдың жүрегі мұздап кетті. Қайрат телефонға қарап, «Демек бұл әлі аяқталмаған екен». Асылдың түсі қашты. «Қайрат, мен...» «Ештеңе айтпа». Қайрат орнынан тұрды. «Бұл қоңырауға сенің қатысың бар ма?» «Жоқ». Қайрат оның көзіне ұзақ қарады. Телефон тағы шырылдады. Ал бұл жолы Алтайдан қоңырау емес. Асылдың телефонына келген хабарлама еді. Хабарламаны ашқанда Асылдың қолы дірілдеп кетті. Алтай бір ғана сөйлем жазыпты. «Қайратқа, сен туралы білмейтін бір шындық бар». Асылдың жүрегі су ете қалды. Өйткені ол Алтайдың қандай шындықты айтып тұрғанын бірден түсінді. Ал бұл шындық Қайраттың кешірімнен де ауыр болуы мүмкін еді. Асылдың қолындағы телефон дірілдеп тұрды. Экранда Алтайдың соңғы хабары ашық еді. «Қайратқа, сен туралы білмейтін бір шындық бар». Асылдың жүрегі дүрсілдеп кетті. Қайрат оған қарап тұр. «Не жазды?» «Ештеңе». «Асыл». Қайраттың дауысы қатқыл шықты. «Телефоныңды бер». Асыл телефонды кеудесіне қысып ұстап қалды. «Қайрат, өтінемін. Тағы да менен бір нәрсе жасырып тұрсың ба?» Осы сөз Асылдың жүрегін одан сайын ауыртты. Ол біраз үнсіз тұрды да, телефонын Қайратқа ұсынды. Қайрат хабарламаны оқыды. Жүзі өзгеріп кетті. «Қандай шындық?» Асыл төмен қарады. «Мен өзім айтамын». «Қазір айт». Асылдың тамағына өксік тығылды. «Алдымен үйге кіріп отырайық». Қайрат оған ұзақ қарады. «Мен тағы да алданғым келмейді. Мен сені алдамаймын». Екеуі ас үйге кірді. Қайрат орындыққа отырды. «Айт». Асылдың қолдары қалтырап тұрды. «Алтаймен алғаш сөйлескен кезінде мен оған өзінің отбасын туралы көп нәрсе айттым». «Қандай нәрсе?» «Сенің мені түсінбейтініңді, өзіңді жалғыз сезінетінімді». Қайрат көзін жұмды. «Одан әрі?» «Кейін біздің арамызда сезім пайда болды». «Мұны білемін». «Бірақ...» Асыл тоқтап қалды. Қайраттың қабағы түйілді. «Бірақ дегенің не?» Асыл көзін сүртті. «Алтай, менің сенің көңілім қалғанын пайдаланды. Ол маған сенің отбасынды сақтап қалу үшін
ештеңе жасамайтынын айтты. Қайрат ащы күлді. Сен оған сендің? Иә. Ал мен ше? Мен сені тыңдамадым. Қайрат орнынан тұрып терезеге қарады. Бұл хабарламадағы шындық осы ма? Асыл басын шайқады. Жоқ. Қайрат бұрылды. Онда не? Асылдың дауысы дірілдеді. Алтай менімен сөйлескен кезде мен оған сенің жұмысқа байланысты кейбір жеке мәліметтеріңді айтқанмын. Қайраттың жүзі бірден өзгерді. Қандай мәлімет? Жұмысыма қатысты. Кірісін, жоспарларын, кейбір құжаттар. Қайраттың қабағы қатайды. Сен оған менің жұмысым туралы неге айттың? Мен ол кезде оның ниетін түсінбедім. Асыл, сен менің жеке өміріме ғана емес, жұмысыма да араластырдың. Кешір. Қайрат орындыққа қайта отырды. Алтай бұл ақпаратты не үшін пайдаланды? Асыл басын көтерді. Білмеймін. Сол сәтте Қайраттың туылсоны тағы шырылдады. Бұл жолы Абай қоңырау шалып тұр еді. Қайрат бірден көтерді. Е Абай. Ар жақтағы сөздерді естіген сайын Қайраттың жүзі қатая түсті. Қазір қайдасың? Ол біраз тыңдап. Жақсы, мен барам. Қоңырауды аяқтады. Асыл орнынан тұрды. Не болды? Қайрат оған қарады. Абай Алтай туралы бір нәрсе біліпті. Қайрат Абайдың үйіне кеткен соң Асыл жалғыз қалды. Ол өзін кінәлаудан шаршаған еді, бірақ бұл жолы қорқынышы басқа болатын. Егер Алтай шынымен Қайраттың жұмысына зиян келтіретін нәрсе істесе, онда Асылдың бір кездегі қателігі енді оның отбасына ғана емес, Қайраттың өміріне де әсер етуі мүмкін. Ол бірден Алтайға хабарласты. Сен Қайратқа не айтқың келді? Алтай жауап бермеді. Асыл қайта қоңырау шалды. Ақыры Алтай көтерді. Не болды? Қайраттың жұмысына қатысты не істедің? Мен ештеңе істеген жоқпын. Онда неге оған сен туралы білмейтін шындық бар дедің? Алтай күрсінді. Сенің маған айтқан сөздеріңді сақтап қойғанмын. Асылдың жүрегі су ете қалды. Неге? Себебі, сен бір күні менен бас тартып кететінімді білгем. Сен мені қорқытып тұрсың ба? Жоқ. Мен тек өзіңнің де қолында бір нәрсе бар екенін айтып отырмын. Алтай, сен неге осындай болып кеттің? Мен өзгерген жоқпын, Асыл. Сен мені енді ғана көріп тұрсың. Осы сөзден кейін Асылдың бойын суық қорқыныш басты. Ол қоңырауды аяқтады. Бір кездері оны түсінетін адам деп ойлаған еркек, енді оның өміріне қауіп төндіретін адамға айналған. Абайдың үйінде Қайрат ашумен отырды. Не білдің? Деді ол. Абай алдына бірнеше қағаз қойды. Алтайдың сенің жұмысына қатысты бір ақпаратты сыртқа шығармақ болғанын естідім. Қайрат қағаздарға қарады. Бұл қайдан шыққан? Маған таныс адам айтты. Алтай сенің кейбір жоспарыңды басқа адамдарға айтып жүрген көрінеді. Қайрат үнсіз қалды. Демек, Асыл оған айтқан ақпаратты? Иә, бірақ Асылдың бәрін білгеніне сенбе. Ол өзде не болып жатқанын түсінбеген болуы мүмкін. Қайрат басын төмен түсірді. Мен оның қателігін кешіруге тырысып жүредім. Бұл басқа мәселе. Мен білем. Абай досына қарады. Сен оны әлі жақсы көресің. Қайрат жауап бермеді. Бірақ махаббатпен қатар ақыл да керек. Қайрат, мен Асылды қорғағым келеді деді. Абай таң қалды. Сен әлі де оны ойлап отырсың ба? Ол қателесті, бірақ Алтайдың оны пайдалануына жол бермеймін. Сол кеште Қайрат үйге оралды. Асыл оны есік алдында күтті. Қайрат, мен бәрін білдім. Асылдың көзіне жас келді. Не істейміз? Қайрат біраз ойланып. Біріншіден, сен Алтаймен жалғыз сөйлеспейсің. Жақсы. Екіншіден, оның барлық хабарламасын сақта. Неге? Өйткені ол сені қорқытып, қысым жасап жүр. Асылдың жүрегі дір ете қалды. Мен өзімде қорқып жүрмін. Қайрат оған жақындады. Мен сенің жасаған қателігіңді ұмытқан жоқпын. Асыл көзін төмен түсірді. Білемін. Бірақ мен сенің қателігіңді пайдаланып, біреудің сені қорлауына жол бермеймін. Асылдың көзінен жас ақты. Неге? Қайраттың жүзі жұмсарды. Себебі сен әлі де менің әйелімсің. Асыл осы сөзді естігенде жылап жіберді. Қайрат. Бірақ бұл сөз сенің бәрі кешірілді дегенді білдірмейді. Білемін. Сенім әлі жоқ. Оны қайтарамын. Қайрат басын изеді. Оны сөзбен емес, уақытпен қайтарасын. Келесі күні Алтай күтпеген жерден Асылдың жұмыс орнына келді. Асыл оны көргенде бірден орнынан тұрды. Сен мұнда не істеп жүрсің? Сөйлесуге келдім.
Мен сенімен сөйлеспеймін. 5 минут. Жоқ. Алтай жақындап. Қайрат саған қайта сеніп жатыр ма? Асыл оған суық қарады. Бұл сенім шаруаң емес. Сен оның қасында қайтадан бақытты бола аламын деп ойлайсың ба? Иә. Менімше ол сені ешқашан бұрынғыдай қабылдамайды. Асылдың жүрегі ауырса да сыр бермеді. Мүмкін. Сонда неге оған жабысып жүрсің? Өйткені ол менің отбасым. Алтай күлді. Сен мені бір кездері сүйдің. Асыл көзін жұмып, терең тыныс алды. Мен өз сезіміме жауап бере аламын, бірақ сенің сезіміңе жауапты емеспін. Алтайдың жүзі қатайды. Мен сені оңай жібере салмаймын. Асыл қорқып кетсе де. Бұл енді сенің таңдауың. Мен өз таңдауымды жасадым. Алтай бұрылып кетіп бара жатты. Бірнеше қадамнан кейін тоқтады. Сен әлі де бәрін білмейсің. Асыл. Нені? Алтай артына бұрылмастан. Менің Қайратқа не үшін жақындағанымды. Асылдың жүрегі тағы да дірете қалды. Сол күні кешке Асыл бұл сөзді Қайратқа айтты. Ол сенің жұмысыңа әдейі жақындаған болуы мүмкін. Қайрат ойланып қалды. Мен де солай күдіктеніп жүрмін. Егер мен оған сен туралы айтпағанда, Қайрат оның сөзін бөлді. Өзіңді қайта-қайта жазғыра берме. Асыл таң қалды. Сен мұны қалай айтып тұрсың? Өйткені сенің қателігің анық. Бірақ оны өмір бойы мойныңа арқан етіп байлап қоюдың қажеті жоқ. Асылдың көзіне жас толды. Сен өзгеріпсің. Қайрат сүймейған жоқ. Жоқ, сен мені енді ғана басқаша көріп тұрсың. Бұл сөз Асылға қатты әсер етті. Ол алғаш рет Қайраттың тек күйеуі емес, өз алдына бір тұлға екенін түсінді. Оның да сезімі, шегі, намысы, жарасы бар еді. Бірнеше күннен кейін Қайрат пен Абай Алтайдың әрекеттерін анықтауға тырысты. Алтай Қайраттың жұмысына байланысты кейбір ақпаратты пайдаланып, өзінің пайдасына шешім шығармақ болған. Асылдың оған айтқан сөздері сол үшін керек болған. Асылдың бойын ұят биледі. Бірақ Қайрат оны тоқтатты. Сен қателестің. Енді сол қателікті түзетуге көмектес. Қалай? Алтаймен болған барлық әңгімені жасырмай айт. Асыл бір сәтке қорықты. Бәрін бе? Бәрін. Кейбір нәрселерді айтуға ұялам. Қайрат оған тіке қарады. Егер сен шындықты жасырсаң, біз тағы да сол жерде қаламыз. Асыл көзін жұмды. Жақсы. Ол бәрін айтып берді. Қайрат бір ретте сөзін бөлмеді. Әңгіме аяқталған соң ол, енді түсіндім деді. Нені? Неге сен сол кезде менен алыстап кеттің? Асылдың көзіне жас келді. Мен өзімді жалғыз сезіндім. Ал мен оны байқамадым. Асыл басын шайқады. Бірақ бұл менің істегенімді ақтамайды. Қайрат үнсіз қалды. Сосын, дұрыс. Осы бір сөздің ішінде екеуінің де шындығы бар еді. Асыл кінәлі болатын. Қайрат та отбасының ішіндегі алшақтықта дер кезінде байқамағанын түсіне бастады. Бірақ опасыздықтың салмағын ешқандай себеп ақтай алмайтын. Бір ай өтті. Қайрат үйге қайта оралды. Бірақ олардың өмірі бұрынғыдай болмады. Екеуі қайтадан бір дастархан басында отырды. Бірге шай ішті. Бірақ араларындағы сенім өте баяу қалпына келе бастады. Асыл әр сөзін ойдан сөйлейтін. Қайрат кейде өткенді есіне алып тұйықталып қалатын. Сонда Асыл оған, сөйлескің келсе тыңдаймын дейтін. Қайрат, кейде менің ашыланғанымды көргенде қорқасың ба? Жоқ. Неге? Өйткені мен сенің ашуының астында қандай жара жатқанын білемін. Қайрат алғаш рет оған жылы қарады. Бір күні кешке есік алдына бір бейтаныс адам келді. Қолында конверт бар. Бұл Қайрат мырзаға. Асыл конвертті алды. Кімнен? Айтпады. Қайрат конвертті ашқанда ішінен бірнеше құжат шықты. Ол бірінші бетін көргенде өңі өзгеріп кетті. Асыл, не болды? Қайрат үнсіз отырды. Құжаттардың арасында Алтайдың аты бар еді. Бірақ ең соңғы бетте Асылдың аты жөнінде жазылып тұрды. Асылдың жүрегі суып кетті. Қайрат. Қайрат оған қарады. Асыл, сен маған айтпаған тағы бір нәрсе бар ма? Асылдың түсі қашты. Жоқ. Қайрат құжатты үстелге қойды. Онда мына жерде сенің атың неге тұр? Асыл құжатқа жақындады. Оқыған сайын көз алды қарауытып кетті. Өйткені бұл құжат Алтайдың Қайраттың отбасына кіріп қана қоймай, Асылды өз жоспарына әдейі пайдаланғанын көрсетіп тұрды. Ал ең қорқыныштысы, Асылдың сол жоспарға өзі байқамай қатысып кеткен болуы мүмкін еді. Ол Қайратқа қарады. Мен мұны білмедім. Қайраттың жүзі қатулы.
Мен саған сенгім келеді. Асылдың көзінен жас ақты. Бірақ бұл жолы сенің сөзің жеткіліксіз. Бөлме ішін ауыр тыныштық басты. Асыл алғаш рет өзінің бір кездері жасаған қателігінің шеңбері қаншалықты үлкен екенін сезінді. Ол тек күйеуінің жүрегін жаралап қоймаған, өзінің аңғалдығымен басқа адамның жоспарына да жол ашқан. Ал енді сол жоспардың соңы қайда апаратынын ешкім білмейтін. Мен мұны білмедім. Асылдың даусы әрем шықты. Қайрат үстел үстіндегі құжаттарға үнсіз қарап отырды. Бірнеше минут бұрын ғана екеуі қайтадан бір шаңырақ астында өмір сүруге талпынып жүрген. Ал енді олардың алдына тағы бір күдік келген еді. Қайрат құжаттың соңғы бетін Асылға қарай сырғытты. Мұнаны оқы. Асыл қағазға көз жүгіртті. Онда Алтайдың аты, бірнеше адамның аты жөні және Қайраттың жұмысындағы жоспарға қатысты мәліметтер көрсетілген. Асылдың жүрегі дүрсілдеп кетті. Мен бұл құжатты бірінші рет көріп тұрмын. Мен сенің сөзіңе сенгім келеді. Шын айтып тұрмын. Қайрат біраз үнсіз қалды. Бірақ бұл жерде сенің қолыңмен жазылған мәліметтер бар. Асылдың көзінен жас шықты. Мен оған кейбір нәрселерді айттым. Бірақ мұндай нәрсеге пайдаланатын білген жоқпын. Қайрат басын төмен түсірді. Мәселе де осында. Қайрат, сен оны өзіңнің өміріңе кіргіздің. Мен туралы ақпарат бердің. Ал ол сенің сеніміңді пайдаланды. Асыл көзін жұмды. Мен өзімді кешіре алмай жүрмін. Қайрат оған қарады. Өзімді кешіру істегенімді ақтау емес. Онда не? Қателігінің салдарын қабылдау. Асыл үнсіз қалды. Келесі күні Асыл Абаймен сөйлесті. Мен не істерімді білмей тұрмын. Абай байыппен. Ең дұрысы шындықты жасырмау. Бәрін айтып қойдым ғой. Қайратқа айтқаның аз. Қажет болса, Алтаймен болған барлық сөйлесулеріңді көрсетуің керек. Асылдың жүрегі ауырды. Олардың ішінде ұят сөздер де бар. Ұяттан қашып шындықты жасыру тағы бір қателік. Асыл басын изеді. Дұрыс айтасың. Сол күні ол телефонын алып, Алтаймен болған бұрынғы хабарламалардың бәрін жинақтады. Кейбірін оқығанда беті қызарып, көзін тайдыратын. Бір кезде өзі үшін ерекше көрінген сөздердің қазір қаншалықты арзан екенін түсінді. Алтайдың «Сені менен артық ешкім түсінбейді» деген сөзіне қарап отырып, Асыл еріксіз жымиып қойды. Ол кезде бұл сөзге сенген. Қазір сол сөздің астарында адамның әлсіздігін пайдалану жатқанын түсінді. Кешке Асыл Қайратқа телефонын ұсынды. Мұнаның бәрін қара. Қайрат ұзақ уақыт телефон ұстап отырды. Асыл оның әрбір реакциясын сезіп тұрды. Бірақ бұл жолы шындықтан қашпады. Қайрат хабарламаларды оқып болған соң, «Сен оған мен туралы көп нәрсе айтыпсың». «Иә, менің кемшіліктерімді де». Асыл басын төмен түсірді. «Иә, мені жамандадың ба?» Асыл біраз ойланып, «Иә». Қайраттың жүзі ауыр өзгерді. «Неге?» «Сол кезде мен өзімді ақтағым келді. Яғни менің кемшілігімді айтып, өз қателігімді жеңілдеткім келді». «Иә». Қайрат телефонды жай ғана үстелге қойды. «Міне, осысы маған қатты батты». Асылдың көзінен жас ақты. «Кешірші. Сенің менен кешірім сұрауыңды бұрын көп күттім». Асыл оған қарады. «Қазірше?» Қайрат күрсінді. «Қазір кешірім сұрағаныңды есту емес, оның шын екенін сезіну маңызды». Асыл басын изеді. «Мен күтемін». Алтайдың әрекеті көп ұзамай әшкере болды. Ол Қайраттың жұмысындағы ақпаратты пайдаланып, өзіне пайда түсірмек болған. Бірақ Абайдың көмегімен жағдай анықталды. Алтайға қатысты мәселе тиісті адамдарға тапсырылды. Ол Асылға қайта хабарласуға тырысқанмен, Асыл бұл жолы жауап бермеді. Бір күні оның телефонына соңғы хабарлама келді. «Мен сені шын жақсы көрдім». Асыл біраз қарап отырды. Сосын телефонды өшірді. Бұл жолы оның жүрегінде ешқандай сағыныш болған жоқ. Тек бір ғана өкініш тұрды. Неге мен өзіме берілген бақытты біреудің сөзіне айырбастадым? Уақыт өте келе үйдегі жағдайда өзгере бастады. Қайрат бұрынғыдай еркін сөйлеспесе де, Асылға біртіндеп жақындай түсті. Бір күні таңертең, «Шай ішесің бе?» деді. Асыл таңғалып, «Иә». Қайрат 2 кесе шай құйды. Бұл өте қарапайым әрекет еді, бірақ Асыл үшін үлкен белгі болатын. Ол күйеуінің қолындағы кесеге қарап отырып, «Қайрат?» «Иә». «Рахмет». «Не үшін?» «Мені әлі адам ретінде сыйлайтының үшін». Қайрат оған қарады. «Сен қателік жасадың». Асыл басын изеді. «Бірақ сен сол қателігіңнен кейін өзгелеуге тырысып жүрсің». Асыл көз жасын сүртті.
Бұрын мен осындай қарапайым нәрселердің өзім байқамайтынмын. Қайрат, адам бар нәрсенің қадірін кейде жоғалтып барып түсінеді деді. Асылдың жүрегі ауырды. Мен енді жоғалтпай бағалағым келеді. Қайрат ештеңе демеді. Бірақ оның көзқарасы бұрынғыдан жұмсағырақ еді. Бір күні Гүлзира қызына келді. Үйге кіргенде Қайраттың аяқ киімін көріп, ішінен қуанып қалды. Қайрат үйде ме? Иә, апа. Гүлзира қызына қарады. Қалайсың? Жақсымын. Жақсы дегенім шын ба? Асыл жымиып. Иә. Нен түсіндің? Асыл біраз ойланып. Бақыт деген үлкен нәрсе емес екен. Гүлзира үнсіз тыңдады. Күн сайын қасында жүрген адамның амандығы, үйіндегі тыныштық, дастарханыңдағы нан, жақыныңның саған сенуі. Осылардың өзі бақыт екен. Гүлзира қызының маңдайынан сипады. Енді түсіндің де? Иә. Ендеше осы түсінігіңді өмір бойы жоғалтпа. Асыл анасының құшағына кірді. Бұрын мен көп нәрсені қаладым. Қазірше, қазір бар нәрсемнің қадірін білгім келеді. Сол кеште Қайрат Асылға, ертең ауылға барып қайтайық деді. Неге? Абайдың әкесі ауырып қалыпты. Сәлем беріп қайтамыз. Асыл қуана келісті. Олар ертеңге жолға шықты. Жол бойы көп сөйлеспеді. Бірақ бұл жолғы үнсіздік бұрынғыдай суық емес еді. Асыл терезеден сыртқа қарап келе жатып, өмірінің соңғы айларын ойлады. Бір ғана қате адамның қаншама нәрсені өзгерткенін түсінді. Ол Алтайды жамандықтың ғана бастауы деп қабылдау мүмкін еді. Бірақ Асыл үшін шын сабақ басқа болатын. Алтай оның өміріне сырттан кірді, бірақ оған есікті ашқан өзі еді. Сондықтан ол енді ешкімді кінәлағысы келмейтін. Өз таңдауына өзі жауап беруді үйренді. Ауылдан қайтып келе жатқанда Қайрат көлікті жол жиегіне тоқтатты. Неге тоқтадың деді Асыл. Бір нәрсе айтқым келді. Қайрат біраз үнсіз отырып. Мен сені кешірдім. Асылдың көзінен жас ыршып кетті. Шын айтасың ба? Иә. Қай кезде? Сен кешірім сұраған кезде емес. Сен өз қателігіңді мойындап, оны жасыруды тоқтатқан кезде. Асыл жылап жіберді. Рахмет. Қайрат оның қолынан ұстады. Бірақ бір нәрсе бар. Не? Біз бұрынғы өмірге қайтпаймыз. Асылдың жүзіне қорқыныш ұялады. Онда Қайрат жымиып, одан жақсырақ өмір құруға тырысамыз. Асыл оның қолын қысып ұстап. Мен тырысам, Қайрат. Екеуіміз де тырысамыз деді. Көлік қайта жолға түсті. Ал Асыл терезеден сыртқа қарап отырып, жүрегінде бұрыннан болмаған бір сезімді сезінді. Шүкіршілік. Бірақ ол әлі білмейтін бір нәрсе бар еді. Кешірім алғаннан кейінгі ең қиын кезең енді басталатын. Өйткені сенімді жоғалту бір сәт, ал оны қайта қалыптастыру жылдар. Қайраттың «мен сені кешірдім» деген сөзі Асылдың жүрегінде ұзақ сақталды. Бірақ ол бұл сөздің астарында үлкен жауапкершілік жатқанын түсінді. Кешірім бәрі ұмытылды деген сөз емес еді. Қайрат оның жанында қайтадан күліп жүрсе де, кейде өткенді есіне алатын. Ондай кезде Асыл ақталмайтын. Тек сөйлескің келсе, мен тыңдаймын дейтін. Бір күні кешкі ас кезінде Қайрат аяқ астынан, мен кейде сол күнді ойлаймын деді. Асыл қасықты жайлап қойды. Қай күнді? Телефонымнан Алтайдың хабарламасын көрген күнді. Асылдың жүрегі қысылды. Мен де ойлаймын. Сол кезде сенің неге өзгеріп кеткеніңді түсінбеген едім. Мен де өзімді түсінбедім. Қайрат оған қарады. Қазір түсінесің бе? Асыл біраз үнсіз отырды. Иә. Не түсіндің? Менің ішімде бір бос кеңістік пайда болған. Бірақ оны күйеуіммен сөйлесіп толтырудың орнына сырттан біреудің назарымен толтырғым келді. Қайрат күрсінді. Мен де өз кінәм бар екенін түсіндім. Асыл таңғалды. Сенің кінәң? Сенім жалғызсырап жүргенімді байқамадым. Бірақ бұл менің істегенімді ақтамайды. Ақтамайды. Қайрат осыны анық айтты. Бірақ отбасы деген екі адамның жауапкершілігі. Асылдың көзінен жас шықты. Енді мен саған ішімдегі нәрсені жасырмаймын. Мен де. Бұл екеуінің қайтадан жақындасуының алғашқы шынайы қадамы еді. Уақыт өте келе Асылдың өмірге деген көзқарасы өзгерді. Бұрын ол жаңа киімге, қымбат заттарға, өзгелердің мақтауына мән беретін. Енді таңертең Қайраттың амандығына шүкір ететін. Үйдің терезесінен күн сәулесі түскеніне қуанып қалатын. Дастархан басында ыстық нан тұрса,
оның өзін үлкен нығмет көретін. Бір күні Перизат келіп, сен қатты өзгердің деді. Қалай? Бұрын үнемі бір нәрсеге көңілің толмайтын, қазір бар нәрсеге риза сияқтысың. Себебі мен бар нәрсенің қадірін жоғалтып барып түсіндім. Бәрі жақсы болып кеткеніне қуаныштымын. Әлі бәрі жақсы болып кеткен жоқ. Неге? Өйткені мен Қайраттың сенімін қайтара алған жоқпын, тек соған қарай келе жатырмын. Перизат оның қолын қысты. Бірақ ең бастысы, жолдан шықпа. Бірнеше ай өтті. Қайраттың жұмыста түзеле бастады. Алтайдың әрекеттеріне байланысты мәселе толық шешілді. Ол енді Асылдың өмірінде жоқ еді. Бір күні Асыл көшеде кездейсоқ Алтайды көріп қалды. Алтай алыстан оған қарады. Асылдың жүрегі бір сәтке дүрсілдеді, бірақ ол тоқтамады. Бұрынғы Асыл болса, өткенді ойлап бірнеше күн мазасызданып жүрер еді. Ал қазір ол үйіне қарай бет алды. Үйге кіргенде Қайрат ас үйде жүр екен. Келдің бе? Иә. Күнің қалай өтті? Асыл оған қарап жымиып, жақсы. Не болды? Ештеңе. Біртүрлі күліп тұрсың. Асыл оның қасына барып, сен барсың ғой деді. Қайрат таңырқап күлді. Сонда? Соның өзі жеткілікті екен. Қайрат оның маңдайынан сүйді. Бұл қарапайым ғана сәт еді, бірақ Асыл үшін өмірінің ең қымбат сәттерінің біріне айналды. Сол түні Асыл ұзақ ойланды. Ол бір кездері бақытты болу үшін басқа адам керек деп ойлаған. Ал қазір бақыттың өзі адамның көзқарасында екенін түсінді. Қасында адал жары, үйінде тыныштық, ата-анасы аман, жақындары жанында. Осыдан артық не керек? Ол қолын жайып, жаратқан, маған бергеніңе шүкір деді. Бірнеше күннен кейін Қайрат Асылға тосын сый жасады. Жүр деді ол. Қайда? Көресің. Олар қаланың шетіне шықты. Қайрат бұрыннан армандап жүрген шағын үйдің жобасын көрсетті. Мұнаны өзімізге арнап алсақ қалай қарайсың? Асылдың көзіне жас келді. Үй аламыз ба? Иә. Қайрат, бұл жолы бәрін бірге шешеміз. Асыл жобаны қолына алып, маған сеніп отырсың ба? Қайрат біраз ойланып, сенім толық қалпына келді деп айта алмаймын. Асылдың жүзі солғын тартты. Бірақ Қайрат оның сөзін күттірмеді. Мен саған қайта сенуді үйреніп беремін. Мен де сол сенімді ақтауды үйреніп келемін. Жаңа үйдің құрылысы басталды. Асыл әрбір ұсақ түйекке Қайратпен бірге көңіл бөлді. Бір күні қабырғаға тістаңдап тұрғанда Қайрат, осы түсін ұнай ма? Саған ұнай ма? Маған ұнайды. Онда маған да ұнайды. Қайрат күліп, бұрын сен міндетті түрде өзіңнің қалағаныңды таңдайтынсың. Асыл да жымиып, адам кейде менікі дұрыс деп жүріп, ең маңызды нәрсені жоғалтады екен. Не нәрсені? Бірге шешім қабылдау бақыты. Қайрат оған жылы қарады. Бірақ бір күні Асылдың басына күтпеген жағдай түсті. Ол дүкеннен келе жатып, жолда бір әйелдің жылап отырғанын көрді. Әйелдің күйеуі басқа адаммен жүргенін айтып, көз жасын тыя алмай отыр екен. Асыл қасына барып отырды. Қарындасым, жылама. Әйел оған қарап, сіз мені түсінбейсіз. Асыл біраз үнсіз қалды. Сосын, мүмкін түсінетін шығармын. Әйел таң қалды. Асыл оған өз басынан өткенін толық айтпады. Тек кейде адам біреудің жасаған қателігін ғана көріп, оның артындағы себепті іздейді. Бірақ қандай жағдай болса да, адам өз таңдауы үшін жауап беруі керек. Әйел жылап, мен не істеймін? Асыл оның қолын ұстады. Асығыс, шешім қабылдама, өзіңді жоғалтпа. Егер отбасыңды сақтағың келсе, шындықпен баста. Ал сақталмаса, өз қадіріңді жоғалтпа. Асыл үйіне қайтып келе жатып, өз сөздеріне өзі ойланды. Бір кездері оған дәл осындай сөзді анасы айтқан еді. Енді сол сөздердің мағынасын өзі түсінді. Кешке үйге келгенде Қайрат, қайда болдың деп сұрады. Асыл болған жағдайды айтып берді. Қайрат, сен оған жақсы кеңес беріпсің. Себебі мен өз қателігінің қандай ауыр екенін білемін. Қайрат оған қарап, сенің өміріндегі ең үлкен өзгеріс не болды деп ойлайсың? Асыл біраз ойланып, мен бұрын бақытты болуды іздейтінмін. Қазір бақытты сақтауды үйреніп жүрмін. Қайрат күлімсіреді. Дұрыс жауап. Арада тағы біраз уақыт өтті. Жаңа үйдің құрылысы аяқталуға жақын еді. Асыл бір күні үйдің бос бөлмесінде жалғыз отырды. Қабырғалар әлі сырланбаған. Еденде құрылыс заттары жатыр.
Ол айналасына қарап отырып, осы жердің бір күні отбасылық күлкіге толатынын елестетті. Қайрат кіріп келді. Не істеп отырсың? Болашақты елестетіп отырмын. Қандай болашақ? Асыл жымиып, тыныш. Қайрат оның қасына отырды. Тек тыныштық па? Иә, маған қазір соның өзі үлкен бақыт. Қайрат оның қолынан ұстады. Асыл. Иә, мен саған бір нәрсе айтқым келеді. Асыл оған қарады. Мен сенің сол кездегі жасағаныңды ешқашан дұрыс деп санамайын. Асыл басын изеді. Білен, бірақ сенің кейінгі өзгергеніңді де жоққа шығармаймын. Асылдың көзіне жас келді. Рахмет. Енді өткенді күн сайын қазбаламайық. Қалай? Одан сабақ алып, ары қарай өмір сүрейік. Асыл оның иығына басын қойды. Мен келсем. Қайрат оның қолын қысып, ендеше жаңа өмірімізді бастайық. Асыл көзін жұмды. Оның жүрегінде бір ғана ой тұрды. Маған екінші мүмкіндік берілген екен. Бірақ ол, сол мүмкіндіктің шын мәнінде қандай үлкен сынақтан өткенін әлі толық сезінбеген еді. Өйткені жаңа үйге көшетін күн жақындағанда Асылдың өміріне тағы бір тосын жаңалық кірмек. Бұл жаңалық оның әйел, жар ғана емес, ана ретінде де жүрегін өзгертер еді. Асыл соңғы кезде өзін өзгеше сезініп жүрді. Таңертең тұрған кезде әлсіздік басып, кейде жүрегі айнып кететін. Бір күні Қайрат, соңғы кездері өмің қашып жүр. Дәрігерге барып көрінсеңші деді. Шаршаған шығармын. Жоқ, барасың. Асыл күлімсіреді. Бұйрық беріп тұрсың да? Иә, бұл жол тыңдауым керек. Асыл оның әзін түсініп жымиып қойды. Сол күні дәрігерге барған соң, Асыл күтпеген жаңалық естіді. Құттықтаймын, сіз жүктісіз. Асыл біразға дейін үнсіз отырды. Жүктілік. Ол бірден Қайратты ойлады. Осы жаңалықты оған қалай айтарын білмей, үйге қайтты. Қайрат жаңа үйдің ауласында жүр екен. Асыл алыстан қарап тұрды. Осы адамнан айырылып қалуға бір кездері өзі себеп болғанын ойлағанда жүрегі ауырды. Қайрат, ол бұрылды. Иә? Асыл қолындағы қағаз ұсынды. Қайрат оқып шықты. Бірнеше секунд үнсіз қалды. Рас па? Асыл басын изеді. Қайраттың жүзіне ерекше қуаныш ұялады. Ол сөзін аяқтай алмай, Асылды құшақтады. Асылдың көзінен жас ақты. Бұл жолғы жас өкініштен емес еді, қуаныштан еді. Қайрат оның маңдайынан сүйді. Рахмет. Маған емес, Аллаға шүкір айт. Иә, шүкір. Екеуі біраз уақыт үнсіз тұрды. Сол сәтте Асылдың жүрегінен бір ой өтті. Мен бір кездері бар бақытымды өз қолыммен жоғалтуға шақ қалдым. Ал қазір өмір маған тағы бір сый беріп отыр. Жүктілік кезінде Асыл көп ойланды. Болашақ баласына қандай ана болатын елестетті. Ол баласына, адамның қолында бар нәрсені бағала, біреудің сөзіне ерме, отбасының қадірін біл деп үйреткісі келді. Бірақ бұл сөздерді айту үшін алдымен өзі солармен өмір сүру керек еді. Ол Қайратқа бұрынғыдан да көп көңіл бөле бастады. Күйеуі жұмыстан шаршап келсе, қарсы алатын, оның сөзін бөлмей тыңдайтын. Қайрат та өзгерді. Бұрын ішіндегі ренішін жасырып қалатын, енді Асылға ашық сөйлесетін. Бір күні, мен саған толық сенуге қайта үйреніп келемін деді. Асылдың көзіне жас келді. Мен сенің сол сеніміңді енді ешқашан аяқ астетпеймін. Мен де сені жалғыз қалдырмауға тырысамын. Бұл сөз екеуінің арасындағы ең үлкен жараның орнына біртіндеп жылу келе бастағанын білдірді. Жаңа үйге көшетін күн де келді. Асыл есіктен кіріп, бөлмелерге көз жүгіртті. Қабырғалары жаңа сырланған. Терезеден күн сәулесі түсіп тұр. Ас үйде жаңа ыдыстар. Қайрат ауладағы заттарды реттеп жүр. Асыл есік алдында тұрып көзін жұмды. Бірнеше ай бұрын ол осы күнге жететінін елестете де алмаған. Отбасы бұзылуға шақ қалған. Күйеуінің сенімі жоғалған. Өзі де іштен күйреген. Ал енді ол қайтадан отбасының ортасында тұр. Асыл екі қолын жайып, шүкір деді. Бұл сөз оның жүрегінен шын шықты. Бір күні Гүлзира жаңа үйге келді. Қызының бақытын көріп, көзіне жас алды. Апа, не болды? Ештеңе. Жылап тұрсыз ғой. Гүлзира күлімсіреді. Бір кезде сен үшін қатты қорықтым. Асыл анасының қолын ұстады. Білемін. Сол кезде саған айтқан бір сөзім есіңде ме? Бір сәттік сезім үшін жылдар бойы жинаған бақытыңды құртып алма дегеніңіз бе?
Асыл басын изеді. Енді сол сөздің мағынасын толық түсіндім. Гүлзира қызының маңдайынан сүйді. Ең бастысы түсінгенің. Айлар өте берді. Асылдың аяғы ауырлаған сайын Қайрат оны аялап жүрді. Ауыр зат көтерме. Жақсы. Уақытында тамақтан. Жақсы. Демал. Асыл күліп, сен дәрігер болып кеткенсің бе? Жоқ, әке болып жатырмын. Осы сөзден кейін екеуі бір-біріне қарап күлді. Бұрынғы ауыр күндер біртіндеп алыстап бара жатқандай еді. Бірақ Асыл өткенін ешқашан ұмытпады. Ол оны ұмытуға емес, сабақ ретінде сақтауға шешім қабылдады. Бір күні Асыл Перизатпен сөйлесіп отырды. Мен бір нәрседен қорқамын, деді Асыл. Неден? Болашақта балам өскенде менің қателігімді біліп қойса ше? Перизат біраз үнсіз отырды. Сен оның алдында өзіңді ақтама. Не деймін? Мен қателестім, бірақ қателігімді түсініп, түзелуге тырыстым де. Асылдың көзіне жас келді. Мен балама мінсіз ана болғым келеді. Мінсіз адам болмайды, бірақ шындықты мойындайтын адам болады. Дұрыс. Босану күні де келді. Қайрат аурухананың дәлізінде ары-бері жүрді. Гүлзира да сонда. Бірнеше сағаттан кейін дәрігер шықты. Құттықтаймыз. Ана мен бала аман. Қайраттың көзінен жас шықты. Бала қандай? Ұл. Қайрат қолын жүзіне басты. Гүлзира, шүкір, деді. Қайрат анасына қарап, шүкір. Біраздан соң Қайрат Асылдың жанына кірді. Асыл әлсіз жымиып жатты. Қолында кішкентай сәби. Қайрат баласына қарап тұрып, Асыл, бізге тағы бір мүмкіндік берілген екен. Асыл көзінен жас ағызып, Қайрат баласының маңдайынан сүйді. Бұл баланың алдында біз бір-бірімізді қадірлеуді ұмытпайық. Асыл басын изеді. Ұмытпайық. Бірнеше жыл өтті. Асылдың отбасы тыныш өмір сүріп жатты. Олардың ұлы Абай есімді ақылды бала болып өсті. Қайрат бұрынғыдан да еңбекқор, Асыл да сабырлы, байытты әйелге айналды. Перизатпен араласуы жалғасты. Гүлзира қызының өзгергеніне қуанып жүрді. Алтайдың аты бұл үйді енді аталмайтын. Өткеннің ауыр естелігі біртіндеп алыстаған. Бірақ Асыл оны жүрегінен өшірген жоқ. Өйткені ол өзінің өміріндегі ең үлкен сабақты ұмытқысы келмеді. Бір күні кешке Асыл аулаға шықты. Қайрат пен Абай доп ойнап жүр. Гүлзира шай ішіп отыр. Үйдің терезесінен жылы жарық түсіп тұр. Асыл сол көрініске ұзақ қарады. Бір кезде оның қолында бәрі бар еді, бірақ өзі соны көрмеген. Ал қазір ол бақыттың сырттан келмейтінін түсінді. Бақыт кейде таңертең қасындағы адамның амандығы. Бақыт балаңның күлкісі. Бақыт анаңның дауысы. Бақыт үйіндегі тыныштық. Бақыт дастархандағы бір үзім нан. Бақыт сені кешіре алатын адамның жүрегі. Асыл көзін сүртті. Қайрат оның қасына келді. Не болды? Ештеңе. Жылап тұрсың. Асыл жымиып, шүкіршілік еттім. Қайрат оның қолын ұстады. Не үшін? Асыл күйеуіне қарап, мені жоғалтпай тұрып, мені өзіме қайта танытқаның үшін. Қайрат басын шайқады. Оны өзім жасадың. Асыл, бірақ сен маған мүмкіндік бердің. Қайрат, екеуіміз де бір-бірімізге мүмкіндік бердік. Олар үйге қарай бірге жүрді. Асыл артқа бір рет қарады. Сосын ішінен, бір кезде мен бақытты іздеп, өз үйіммен алыстап кеттім. Ал шын бақыт менің үйімде екен. Мен оны жоғалтып барып түсіндім. Сол түнде Асыл баласының бесігін тербетіп отырып, баяу ғана сыбырлады. Балам, сенің анаң қателескен. Кішкентай сәби тыныш ұйықтап жатты. Бірақ анаң сол қателіктен сабақ алды. Өмірде бәрінен бұрын адалдықты, отбасына сенімді қадірле. Бір сәттік сезім үшін өмір бойғы тыныштығыңды айырбастама. Асыл баласының маңдайынан сүйді. Сосын терезеге қарап, Раббым, маған берген отбасыма, денсаулығыма, жақындарыма, екінші мүмкіндігіме шүкір. Барымның қадірін білмей, жоғалтқанымның соңынан жүгіретін адам етпе. Сол сәтте үйдің ар жағынан Қайраттың даусы естілді. Асыл, ұйықтамайсың ба? Асыл жымиып, қазір барам. Ол орнынан тұрды. Бесіктің қасына тағы бір рет көз тастады. Сосын жарымын жанына қарай бет алды. Өткен өмір артында қалды, ал алда жаңа өмір. Жаңаңа сенім, жаңа жауапкершілік. Ең бастысы, шүкіршілікке толы жүрек бар еді. Асыл өзінің ең үлкен жеңісі Қайратты қайталған емес екенін түсінді. Оның ең үлкен жеңісі өзінің бұрынғы қателігін қайталамайтын адамға айналған еді.
Өйткені адам кейде өміріндегі ең үлкен сабақты бәрінен айырылуға шақ қалғанда алады. Ал шын бақытты адам бақыттың қадірін жоғалтпай тұрып білсе екен. Асылдың тағдырының сабағы да осы еді. Бар нәрсеңе шүкір ет. Қасындағы адамды бағала, сенімге қиянат жасама. Себебі жоғалған сенімді қайтаруға болады, бірақ оның орнында қалған тыртық жүректе ұзақ сақталады. Қымбатты тыңдарман, осымен асылдың тағдыры туралы хикаямызда өз мәресіне жетті. Бұл әңгіменің айтпағы біреуді айыптау емес, қателіктің салмағын түсіну, қолда бардың қадірін білу және шынайы өкініштің адамды өзгерте алатынын көрсету. Асыл өз қателігінің арқасында ең үлкен шындықты түсінді. Бақытты алыстан іздеудің қажеті жоқ. Кейде адамның ең үлкен бақыты өз үйінде, қасында жүрген жанында болады. Құрметті тыңдарман, егер бұл оқиға сізге ой салса, өзіңізге мына сұрақты қойып көріңіз. Мен бүгін қасындағы адамдардың қадірін біліп жүрмін бе? Жақындарыңыздың амандығын бағалаңыз. Жарыңызды құрметтеңіз. Сенімге қиянат жасамаңыз. Өйткені кейбір жоғалтулардың орнын толтыру өте қиын. Егер әңгіме көңіліңізден шықса, видеоны қолдап, лайк басып, арнаға жазылып пікіріңізді қалдырыңыз. Пікірде осы хикаядан өзіңіз қандай сабақ алғаныңызды жазып кетіңіз. Келесі әсерлі әңгімелерде қайта кездескенше, отбасыңыз аман, шаңырағыңыз берік, жүрегіңіз тыныш болсын. Барымызға шүкір.